Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте дәмді әрі оңай жасалынатын дымляма тағамын жасаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Ең алдымен керек заттарды жуып шайып, осылай турап шығамыз. Менде картошкалар майда болды, ірілерін екіге бөліп салдым. Ең алдымен газымызды ең баяу отқа қойып, үстінен қазанды қоямыз, оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыз қызайын деген кезде еттерімізді саламыз. Еттерімізді қуырмаймыз, үстінен сразу пияздарымызды саламыз. Пияздың үстінен сәбізімізді салып, бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Осы жерде хмели, сунили сияқты жаңағы әртүрлі приправалар сасаңдар да болады. Менде тек тұз бен бұрыш қана болғандықтан, тұз бен бұрышты ғана салдым. Енді сәбіздің үстінен картошкаларымызды саламыз. Картошкалардың үстінен тұз бен бұрышты сеуіп шығамыз. Енді осы картошканың үстінен пересімізді саламыз. Тағы да тұз бен бұрышымызды саламыз. Оның үстінен капустаның үстінен помидорларды қоямыз да, тағы да тұз бен бұрыштарымызды салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін капустаның ірі жапырақтарымен бетін жауып, бір жарым сағатқа қоямыз. Сарымсақты салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Капустаны жаудық. Енді бір жарым сағатқа қоямыз. Бізде мінекей асымыз дайын болды. Сулы әрі картошкаларымыз осындай ірі езілмей дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Егер де менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Комментария жаза кетіңіздер, меніңше жауап беруге тырысамын. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.